Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Тыңдалым және айтылым. Бірінші тапсырма. Бейнежазбаны мұқият тыңда. Бейнежазбаны мен төменде осы сілтемесін көрсетіп кетемін, ал қазірше бейнежазба мәтінін оқитын боламын. Бейнежазба мәтіні. Табиғаттың жаратылысында шек жоқ. Аласармас тауларының өзі неге тұрады? Асқар шыңы бұлтқа малынған тауларға қарап, кез келген жанның шабытқа кенелері сөзсіз. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Төрткіл дүниеде тайдай толаған асау өзен көл қаншама. Жасыл желекті, құм жоталы, керемет жерлер жетерлік. Табиғаттың көз сүріндірерлік әрбір ғажайып көрінісіне тамсанбай қарау мүмкін емес. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, біздің өмірімізде алатын орны ерекше. Бірақ адамзаттың кейбір істері табиғатқа кері әсер етуде. Оның кері әсері біздің денсаулығымызға да зиян келтіреді. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Үлкен кіші әрдайым оны таза ұстап құрмет тұту қажет. Оның бізге қаншалықты қажет екені баршамызға мәлім. Балалар, берілген сұрақтарға сүйеніп тыңдалған мәтіннің мазмұнына қатысты өз ойыңды білдіреміз. Балалар, мәтінде не туралы айтылды? Әрине, табиғаттың сұлулығы, жаратылысы туралы айтылды, қорғау туралы, оны табиғатты аялау туралы, және ол әр адамның міндеті екені туралы айтылды. Бейнежазбаны көргенде қандай сезімде болдың? Әрине, бұны біз бейнежазбаны көргеннен кейін айтатын боламыз. Мәтінде айтылған оймен келісесің бе? Әрине, мен сіздерді келіседі деп ойлаймын. Неліктен? Себебі табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті, балалар. Сондықтан оны үлкен кіші әрдайым таза ұстап құрмет тұту қажет. Келесі екінші тапсырма. Берілген тақырыптардың біреуін таңдап, монолог құрап айт. Табиғаттың таңғажайып құбылыстары, табиғатты аялайық адамзат, табиғат менің өз үйім. Тірек сөздер, табиғат көрінісі, егіз ұғым, азаматтық парыз, ғажайып, әсемдік, аялау орны ерекше. Балалар, монологтың не екенін біз білеміз, ол бір адамның сөзі, яғни баяндау. Келесі оқылым. Үшінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Кішкентай бағбан. Садықтың әкесі бағбан. Күн жылынып, қар еріп, жер кебісімен олар құмырсқалар сияқты бақта еңбектенеді. Садық әкесіне үнемі көмектеседі. Бір күні олардың қасына Халел жүгіріп келіп, Садық, жүр ойнайық, деді. Менің жұмысым көп, деп жауап берді Садық. Осыны да жұмыс деп ойлайсың ба? Әкең бәрін жасай салады. Ойнаған өте көңілді емес пе? Халел ойыншықтарын бірінен соң бірін шығара бастады. Садық қатты ойнағысы келсе де өзін жігерлендіріп, жұмысын әрі қарай жалғастыра берді. Күз келді. Бақтағы жеміс-жидектер пісіп жетілді. Садық жеміс-жидектерді өзі де жеп, досына да ауыз тигізді. Халел жеміс-жидектерді тойып жеп алып, қазір мен барлығында жеп таусамын, ештеңе қалмайды, деді. Қалады. Әкем жер ана еңбекті ойынға айырбастамай, аянбай еңбек еткендерді өз жомарттығымен сыйлайды, деген, деді Садық. Енді балалар, бірінші тапсырма. Садықтың әкесі бағбан сөйлеміндегі бағбан сөзі нені білдіреді? Яғни, бағбан деген ол мамандықтың атауы. Яғни, Садықтың әкесі бағбан мамандығына ие екенін білдіріп тұр, балалар. Келесі, мәтіндегі қарамен берілген сөздердің мағынасын қалай түсінесің? Кестеге жаз. Ол сөздер жігерлендіру, ауыз тию, жомарттық деген сөздер екен. Балалар, жігерлендіру деген сөздің мағынасы, ол өзіне күш беру, күш қуат беру, қуаттау, қайраттау, қажырлану деген мағынаны білдіреді. Ауыз тигізу деген сөздің мағынасы, ол дәмін татты, жеді деген мағынаны білдіреді. Ал жомарттық деген сөздің мағынасы
қолы ашық, мырза, береген адамдарды айтады. Келесі, егер болса, онда неліктен, не істеу керек сұрақтардың қолданып, мәтін бойынша шешім табуға бағытталған бір сұрақ құрастыр және жауап бер. Сұрақ: егер Серіктің орнына болсам, не істер едің? Жауап: Халелді көмекке шақырар едім. Немесе, Халелдің ісі дұрыс па? Жоқ, оған жауап, оған еңбек етудің пайдасы туралы айтып түсіндірер едім, деп бір сұрақ пен бір жауап құрастырсақ болады екен. Келесі, жазылым 4-ші тапсырма. Табиғатты қорғау адамзаттың парызы тақырыбына пайымдау мәтінін құрап жаз. Демек, балалар, есімізге түсіреміз. Пайымдау мәтінін құрастыратын кезімізде не туралы айтатынымызды ойланып, мәтіннің тақырыбын анықтап алып, құрайтын мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз. Мәтіннің бірінші бөлігінде нені дәлелдейтінімізді ойлаймыз, және мәтіннің екінші бөлігінде соның дәлелін, түсіндірмесін айтамыз. Пайымдау мәтінін құрастыру барысында, өйткені, сондықтан, сол себепті сөздерін пайдалануды ұмытпауымыз қажет. Енді міне мен сіздерге қазір ықтимал жауабын көрсетемін. Табиғат бүкіл тіршілік атаулының аялы бесігі, құтты қонысы, өсіп өнер мекені. Халқымызда жер ана деген ұғым қалыптасқан. Сондықтан да жерді өз анамыздай көріп, оны қорғап, қамқорлық жасау баршамызға ортақ іс. Адам өзіне қажеттінің бәрін табиғаттан алады. Сол себепті табиғат міндетті түрде таза болуы тиіс. Бүгінгі таңда табиғатты қорғау туралы көптеп айтылуда. Өйткені адамның кейбір іс-әрекеттері табиғатқа зиян келтіруде. Осылай жалғаса беретін болса, болашақта не болатынын елестету қорқынышты. Сондықтан да біз табиғаттың қамқоршысы болуымыз керек екенін ешқашан естен шығармауымыз қажет. Адам табиғатқа мейірімділікпен, сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қараса, ол үшін табиғат құтты қоныс болатынын ешқашан ұмытпайық. Балалар, мәтіндің құрылымдық бөлігін сақтауымыз қажет. Сөйлемдер мен бөлімдер арасында мағыналық байланысты сақтауымыз керек, және ойымызды жүйелі еркін жеткізу және көмекші сөздерді қолдануымыз қажет. Орфографиялық және грамматикалық нормаларды сақтауымыз қажет болады. Балалар, осымен біздің 3-ші тоқсанға арналған жиынтық 90-дық бағалауымыз аяқталады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.